Саламатсыздар ма? 4-ші дәрістің тақырыбы сөз жасам жүйесінің негізгі ұғымдары. Сөз жасам жүйесінің негізгі ұғымдары. Дәрісіміздің мақсаты сөз жасам жүйесінің басты теориялық ұғымдарына, сөз жасамдық мағына, ұя, қалып, тәсіл, тип, тізбек, негізділік, жүйелілік ұғымдарына анықтама беру, олардың құрылымдық ерекшеліктерін түсіндіру және мысалдар арқылы талдау. Сөз жасамдық мағына туынды сөздің жасалуына себеп болған, оған тән жаңа мағыналық компонент. Бұл мағына туынды сөздің түбірінен ерекшеленетін лексикалық не грамматикалық реңк береді. Мысалы, жазушы сөзінде жазу әрекетін істейтін адам, істеуші субъект мағынасы пайда болған. Құрылымдық ерекшеліктері: сөз жасамдық мағына әрқашан туынды сөзге тән, яғни жаңа семантикалық қабат қосылады. Сөз тудырушы жұрнақ арқылы көрінеді, лексикалық және грамматикалық сипатта болады. Ал сөз жасамдық ұя дегеніміз ортақ бір түбірден тараған туынды сөздердің жиынтығы. Бұл бір негізден өрбіген сөздер тобы. Мысалы, жаз сөзінен туындаған өрбіген сөздер олар: жазу, жазба, жазушы, жазылым, жазбаша. Осылардың бәрі сөз жасамдық ұя болып табылады. Құрылымдық ерекшелігі: барлық сөздер бір ғана түбірге негізделеді. Әрбір туынды сөз өз ішінде мағыналық бағытта сараланады. Сөз жасам үдерісінің тереңдігін көрсетеді. Сөз жасамдық қалып, сөз жасамдық құрылым мен оның құрамдас бөліктерін, яғни түбір, жұрнақ, қосымшаларды ұйымдастырудың абстрактілі үлгісі. Бұл жаңа сөз жасауға арналған схема. Мысалы, зат есімге ш жұрнағы жалғану арқылы мамандық, кәсіби атаулар пайда болады. Мысалы, ой, ойшы, жазушы. Құрылымдық ерекшелігі: әр қалып тұрақты құрылымға негізделеді. Бір қалып бойынша бірнеше туынды сөз жасауға болады. Қалыптар өнімділігіне қарай белсенді және белсенді емес болады. Ал сөз жасамдық тәсіл дегеніміз жаңа сөз жасау жолы немесе амалы. Қазақ тілінде бұл тәсілдер үш түрлі болады: синтетикалық, аналитикалық және лексика-семантикалық. Мысалы, синтетикалық тәсіл бұл жұрнақ жалғану арқылы басқа сөздің тууы. Мысалы, жаз сөзіне жұрнақ жалғану арқылы жазушы, яғни басқа бір мағыналы сөз туындап тұр. Аналитикалық бұл жерде екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуі, бірігуі жолымен жасалынатын сөздер. Темір жол мысалы. Ал үшінші жолы өткен сабағымызда айтылып кеткендей лексика-семантикалық, яғни сөздердің басқа бір жаңа мағынаға ие болуы. Құрылымдық ерекшеліктері: әр тәсілдің өзіне тән морфологиялық немесе семантикалық құрылымы бар. Жаңа сөз жасауда әр тәсілдің тиімділігі мен қолдану аясы әртүрлі. Сөз жасамдық тип бұл бір қалыппен, бір тәсілмен және бір мағынада жасалған туынды сөздердің тобы. Бұл ұғым сөздердің мағыналық және құрылымдық бірлігін білдіреді. Мысалы, оқушы, жазушы, айтушы, бастық, жалаушы. Барлығы етістікке жұрнақтар жалғану арқылы басқа бір істі істеуші субъект мағынасын беріп тұр. Бұлардың құрылымдық ерекшелігі: тип ішінде сөздер ұқсас модель арқылы жасалады. Тип сөз жасам жүйесіндегі категориялық топты білдіреді. Сөз жасамдық тізбек дегеніміз бір сөздің екінші бір туынды сөзге негіз болуы арқылы жалғасып отыратын тізбекті құрылым. Мысалы, жаз, жазба, жазбаша, жазбашалық. Әр сөз алдыңғының негізінде жасалынады. Яғни бір түбірге жұрнақ, оған келесі тағы жұрнақ арқылы келесі сөз туындайды. Осылай ары қарай бір тізбек арқылы бірнеше сөз туындайды. Бұлардың құрылымдық ерекшелігі: тізбек сызықтық бағытта дамиды. Әр жаңа туынды сөз алдыңғы туынды сөзді негіз етеді. Бұл тіл дамуы мен сөздік қордың күрделенуін көрсетеді. Сөз жасамның негізділігі. Сөз жасамның негізділігі жаңа сөздің қалыптасуында тілдік заңдылықтарға сай логикалық және морфологиялық негіздің болуы. Бұл сөздің қалай және неліктен жасалғанын дәлелдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, жаз сөзінен жазушы сөзі туындап тұр, түбірге жұрнақ жалғану арқылы. Яғни бұл жерде бір негіз бар. Ары қарай жазушы сөзінен жазушылық сөзі туындап тұр. Бұл да негізделген. Құрылымдық ерекшелігі: әр туынды сөз мәнді, заңды құрылыммен жасалуы керек. Негізсіз, жасанды сөздер тілді бұзады. Негізділік тіл мәдениетінің белгісі. Ал сөз жасамның жүйелік сипаты: бұл сөз жасамдық ұғымдардың өзара байланысы мен бір-біріне тәуелділігі арқылы қалыптасқан тұтас құрылым. Мысалы, сөз жасамдық ұя, қалып, тип, тізбек барлығы өзара бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Құрылымдық ерекшеліктері: сөз жасам
иерархиялық жүйе. Әрбір элемент мағына, тәсіл, ұя, тип бәрі бір тұтас жүйенің бөлшегі. Бұл жүйе тіл дамуын нақтылайды, құрылымды етеді. Қазақ тілінің сөз жасам жүйесі күрделі, құрылымды әрі логикалық жүйе. Оның негізгі ұғымдарын бүгінгі сабағымызда өттік. Осыған тағы қысқаша тоқталып кетейік. Сөз жасамдық мағына – бұл жаңа мағынаның пайда болуы. Сөз жасамдық ұя – бір төбірден тараған сөздер тобы. Сөз жасамдық қалып – жаңа сөз жасау үлгісі. Сөз жасамдық тәсіл – сөз жасаудың жолы. Сөз жасамдық тип – ұқсас үлгідегі сөздер тобы. Сөз жасамдық тізбек – сөздердің тізбекті жасалуы. Сөз жасамның негізділігі – сөз жасаудың заңдылығы. Сөз жасамның жүйелік сипаты – сөз жасам құрылымдарының өзара байланысы. Бүгінгі сабағымызға арналған тапсырмалар. Бірінші тапсырма – оқушы, жазбалық, басқарушылық сөздерінің сөз жасам тізбегін көрсетіңіз. Екінші тапсырма – қара, жол, жаз түбірлеріне байланысты сөз жасамдық ұя жасаңыз. Үшінші тапсырма – сөз жасамдық қалып пен типтің айырмашылығын түсіндіріңіз. Үшінші тапсырма – тілдегі сөз жасам жүйесінің неге жүйелі құрылым болатынын дәлелдеңіз. Келесі тапсырма – төменде берілген туынды сөздерді талдап, әрқайсының қай сөз жасамдық тәсілмен және қай сөз жасамдық қалып бойынша жасалғанын анықтаңыз. Берілген сөздер – оқулық, еңбекқор, ақыл-ой, бастық, өнеркәсіп. Жауабыңызда түбір сөз, қосымша, сөз жасамдық мағына да көрсетілсін. Келесі тапсырма – берілген түбірлерден сөз жасамдық тізбек құрастырыңыз. Әр деңгейдегі туынды сөздерді көрсетіңіз. Мысалы, түбірі жол, бас, жаз, осы сөздерінен ары қарай сөз жасамдық тізбек жасаймыз. Мысалы, бас, басшы, басшылық. Келесі шығармашылық тапсырма. Сөз жасам жүйесі тілдің ішкі логикалық көрінісі деген пікірге мысалдар мен дәлелдер келтіріп, шағын ой толғау жазу. Сөз жасамның жүйелілігі, негізділігі және ұя құрылымы туралы өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.